кезинде анабы жанагы Боз Көктөбөгө жаяу көтөрүлөтүн эдик го. Азыр деген ой ана жактан талоон алып машина менен көтөрүлүп барат. Мына витти карасаңыздарчы. Бизде показ ошол жакта болот. Акырын көрсөтейин, аңгыраңыздарбы? Ай, шикарно. Таңгы саат. Таңгы эмес энди 11. 12-де репетиция башталат. Осындай тәп-тәтті ханекінде барсаны, битинтіні пупасика құсы кеп атыр өзің. Сен соғалып кетесің, сен сығасам қазір. Пупасика ты моя. Ребеночек мой маленький. Шықың деп аттыма сенің. Шықың деп аттыма сенің. Шықың деп аттыма попок. Пушок. Қыздар, мен печёночный торт дегенді қатты жақсы көрем. Сөз жоқ. Вы не представляете, как мне нравится. Айдана құрбымның көмекшісі жасайды екен, я говорю, блин, маған да жасап берсінші. И вот, мне печёночный торт. Я знаю, что это такой специфический продукт, который не всем нравится, который не всем подходит, но мне он залетает. Ас болсын. Қалай жақсы көресіздер ме мен сияқты бармауынды адамдар? По плану сегодняшнего дня негізі маманы кішкене қыдыртқызып қайтам ба деп едім. Киноға апарып, кішкене тамақтанып қайтамыз ба деп едім. Болмай қалды. Кішкене таңертең ауырып тұрған кейін қоймай больницаға апарып едім. Кішкене ұнамайтындай бір әңгімелер естіп қалдық. Соның үстіне мама да кішкене одан кейін үйге барам, мен үйде болам. Барғым келіп тұрған жоқ деген. Үйге апардым. Басқа да шаруалармен шықтым. Енді қазір 21 ғасыр, мойымаймыз, емдеп шығамыз, және де мен барлық нәрсені істеймін. Ата-аналарыңыз аман болсын. Ата-аналарыңыздың бар кезінде қадірін біліңіздер, қадірлеңіздер. Ата-ана бірінші орында. Достар, мен уф деп, шүкір деп үйіме жеттім. Негізі бүйтіп қараған уақытта осы қыздар неғып бүйтіп күшті жүрмейді деген сияқты қылып ұстайтын едік та енді нені бір сомнение дейма өзінше болып ше. Бірақ енді өзім басыма түскеннен кейін түсіндім, что ол жерде кәдімгідей уайым болады, ответственность болады и кішкене қобалжып қалғаным бар. Бұйырса ертең видеолар шығатын болады. Сол видеосы шыққаннан кейін сіздермен де міндетті түрде бөлісемін. Енді мен модель ретінде съемкаларға барып жүргеніммен дефилеге алғашқы рет шығып тұрмын. Тем более бұндай ауқымды дефиле енді Евразия Fashion Week деген, ол білесіздер Қазақстан бойынша номер 1 показдардың бірі болып есептеледі. Сондықтан волнение қатты болды и адам саны да өте көп болды негізі. Бірақ енді біздің көйлектің дизайнері өте ақ көңіл күшті кісі болғандықтан бір болады ғой, өзімді уверенно ұстадым деп айтсам да болады. Сол үйге шаршап келдім. Қазір енді жатып демалам. Көтер дейді.